Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің филология бөлімінің 3-ші курс студенті Ноярбеков Нұрсұлтан. 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Асқар Алтай прописка әңгімесі. Мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Оқушылар, сіздерді сабаққа дайын деп ойлаймын. Келесі кезекті тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Көркем шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаңдар. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут беремін. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сіздер жақсы орындадыңыздар. Өздеріңізді бағдаршам әдісі арқылы бағалап өтіңіздер. Екінші тапсырма. Прописка әңгімесін сюжеттік құрылымы бойынша композициялық талдау жасаңдар. Оқушылар, бұл тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут беремін. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сіздер орындап шықтыңыздар. Өздеріңізді бас бармақ әдісі арқылы бағалап өтіңіздер. Үшінші тапсырма. Қарлы кесек әдісі арқылы автор және әңгіме төңірегінде сұрақтар құрастырыңдар. Сұрақтарыңды бір-бірлеріне қойыңыздар. Бұл тапсырма орындауға сіздерге 10 минут уақыт беремін. Жарайсыздар оқушылар, сіздер бұл тапсырманы орындап шықтыңыздар. Бір-бірлеріне сұрақ қойып, жаңа материалмен таныстыңыздар. Келесі кезекте өздеріңізді өзара түстермен бағалап өтіңіздер. Енді рефлексияға көшейік. Рефлексияны сабақта өзіңді бағала деген әдіспен өткіземіз. Оқушыларға жеке карточкалар беріледі. Карточкалардағы сөйлемдердің астын сызу арқылы оқушы сабаққа қатысып, не үйренгенін білеміз. Міне мұнда сіздерге карточка берілген. 4 баған, 3 баған десек те болады. Сабақ. Мұнда сабақ бағанында сіздер сабақты қалай өттіңіздер? Қызықты болды ма, қызықты емес, мән бермедім деп үшеуін біреуін таңдап астын сызасыздар. Келесі бағанда сабақта мұнда сіздер не істедім деген сұраққа жауап беріп, еңбектендім, демалдым, басқаларға көмектестім деп сол үшеуін біреуін астын сызып белгілейсіздер. Үшінші бағанда қорытынды. Мұнда түсіндім, бұрынғыдан көп нәрсе үйрендім, түсінбедім. Сол үшеуін біреуін астын сызып белгілейсіздер. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетіп қалыпты. Сондықтан сіздерге үйге тапсырма прописка әңгімесіне лингвистикалық талдау жасаңдар. Мұнда сіздер сол әңгімедегі түсініксіз сөздерді, термин сөздердің мағынасын білмесеңіздер, дәптерге жазып, сол сөздердің мағынасын жазыңыздар. Оларды сіздер түсіндірмелі сөздік немесе термин сөздіктерден таба аласыздар. Оқушылар, сау болыңыздар.